Бауырлар, сол 99 есімнің ең бірінші қандай? Алла. Ең бірінші есімі қандай екен? Алла. Мағынасы әлемдердің жаратушысы деген есім. Алла деген сөздің мағынасы әлемдердің жаратушысы. Біздің Алламыз, бауырлар, бүткіл әлемді жаратқан сол екен. Біз сол әлемдерді жаратқан Аллаға намаз оқып жатырмыз. Әлемдерді жаратқан Алла үшін ораза ұстаймыз. Әлемдерді жаратқан Алла субхана ва тағаланың разылығы үшін біздер көбірек амал жасап қалуға тырысамыз. Адам әлемі бар, жануарлар әлемі бар, періштелер әлемі бар, көптеген әлемдер бар. Біз білетін, біз білмейтін көптеген әлем бар. Барша әлемнің жаратушысы кім екен? Алла субхана ва тағала. Екінші сипаты ар-рахман. Сол әлемдерді жаратқан Алла, әлемдерді жаратқан. Ол не екен? Рахымды екен. Рахымды. Алла субхана ва тағала рахымды. Үшіншісі ар-рахим. Үшінші сипаты ол не? Мейірімді. Бүткіл әлемді жаратқан Алла рахымды және мейірімді. Осы Рахман Рахимнің тәфсірінде ғұламалар айтады, Рахман бұл мұсылмандарға да, мұсылман еместерге де баршасына Алланың рахматы бол дейді. Алланың рахматы. Рахим бұл тек қана қияметте момындарға ғана болады дейді. Ал Рахман осы өмірде де мұсылмандарға да, мұсылман еместерге де Алланың рахматы бар. Осы өмірде мұсылман емес адамдарға да Алла субхана ва тағала оларға ризық беріп жатыр. Ал ақыретте оларға рахим оларға болмайды дейді. Кімдерге болады екен рахим? Тек қана момын мұсылмандарға. Алла ар-рахман ар-рахим, төртіншісіне әл-малик. Әл-малик патша ол. Біздің құлшылық қылып Алламыз ол патша екен, бауырлар. Алла субхана ва тағала бүткіл әлемнің патшасы. Қиямет күннің патшасы. Ертең баршамыз Алланың алдына қайтамыз. Қиямет күнінде Алладан басқа ешкім сөйлемейді. Біздің Алламыз сондай екен, құрметті бауырлар, ол патша екен. Одан кейінгі бесіншісіне әл-Құддус. Құддус деген не? Құддус деген қасиетті. Алла субхана ва тағаланың қасиетті деген есімі бар. Алланың есімі қасиетті. Алланың кәламы қасиетті. Алланың бізге парыз еткен амалдар, намаз, ораза бәрі қасиетті. Алла субхана ва тағаланың бізге бұйырған 40 парыздың ішінде қасиетсіз ешқандай нәрсе жоқ. Намаз қасиетті, ораза ұстасаң пайдалы қасиетті, қажылыққа барсаң ол қасиетті ол. Бірақ Алла тағала қасиетсіз нәрсені айтқан емес. Демек Алла субхана әл-Құддус деген есімі бар екен, мағынасы не екен оның? Ол Алла тағала қасиетті. Алтыншысы ассалам, мағынасы бейбітшілік. Алла субхана ва тағала бейбітті тілейді, есімі бар сондай. Демек, қай жерде бір бейбітшіліксіз болып жатқан болса, яғни бейбітшілік кетіп жатқан болса, ол жерде демек момын мұсылмандар істеп жатқан жоқ. Өйткені Алла субхана ва тағаланың иман келтірген момын мұсылмандар ассалам деген есімін естен шығармаймыз. Бейбітшілік. Момын адам тек қана бейбітшілікті тілейді. Бір жерде бейбітшілік болмай жатқан болса, біз тілеулес боламыз. Қолымыздан келсе, ол жерге бейбітшілік орнатуға тырысамыз. Бауырлар, Алла субхана ва тағаланың ассалам деген есімін мағынасы қалай екен? Бейбітшілік. Одан кейін алтыншысы әл-муъмин. Алла тағала не? Адамдарға не? Тыныштық сыйлаушы. Алла тағала тыныштық сыйлаушы. Бауырлар, бұл тыныштық, бауырлар, міне ортамызда альхамдулилля бізде елде бар. Осы тыныштықты сақтау керек, бауырлар. Өйткені Алла субхана ва тағала есімі де сондай, біз оған иман келтірдік. Енді сол есімді есімден шығармай бізде тек қана ортада тыныштық орнатуымыз керек екен. Одан кейін әл-мухаймин. Әл-мухаймин деген не? Басқарушы. Алла субхана ва тағала бәріміз басқарып жатқан Алла субхана ва тағала. Әлемдегі болып жатқан барлық нәрсені Алла басқарады. Ауа райы осындай құбылыс болып жатыр ма, оны Алла басқарып тұр. Қазір космостағы небір галактикалар, миллиондаған галактика айналып жүр қазір. Бір-бірінен соқтығысып қалмайды. Оны кім басқарып тұр? Алла тағала басқарып тұр. Хадис құдісте келеді, Алла тағала егер соны басқаруды тастайтын болса, бір-біріне соғысып, баршаланып кеткен көресін едіңдер дейді. Екінші бір хадисте пайғамбар Алла субхана ва тағала қалқымайды. Аят курсиде айтамыз ғой, ла таъхузуху синату ва ла наум. Алла тағала қалқымайды да, ұйықтамайды. Қалқу, ұйықтау деген Алланы ала алмайды деп аят курсиде айтамыз.
Соны пайғамбар хадисінде айтады, егер Алла Тағала қалқып кететін болса дейді, мына жер бір-біріне соқтығысып кеткенін көретін едіңдер дейді. Бірақ оны екінші мәрте ешкім тұра алмайтын еді дейді. Демек Алла субханала тағала аль-Мухаймин екен, бәрін істейді, басқарушы. Аль-Мухайминнен кейін не? Аль-Азиз. Аль-Азиз деген үстем. Ол бәрімізден үстем. Бауырлар, бәрімізден ұлы үстем болған ол Алла субханала тағала. Оныншы не? Аль-Джаббар деген бойын сындырушы. Кейде шыны керек, біздер қатты сөйлеп қоямыз кейде. Бір бойдағы жігіттер келіп сұрайды да, намаз оқымайтын қызды алсам бола ма дейді. Сөйтіп дейді, сол намаз оқымайтын қызды намаз оқып жіберем дейді. Мен айтамын, намаз оқымайтын қызды алуға болады, бірақ оқып жүрем деген болмайды деймін. Өйткені сені намаз оқып жүрген кім? Алла субханала тағала Аль-Джаббар деген есімін ұмытпа бауырым. Алла субханала тағала соны қалады, сен намазға жығылдың. Өйткені адамзаттың асыл тәжі пайғамбар алейхиссалам өзі көкесі Абу Талибті не істей алмады? Иманға келтіре алмады сол кісіні. Өлім төсегінде жатқан кезде, көке, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп айтсаңыз бітті деді. Мен сізге шафағатшы болам деді. Намаз оқуың керек, бірақ та айттым пайғамбар айтқан жоқ қой. Намаз оқымасаң кәпір деген бауырларға осы үлкен дәлел осы. Көке, калима айтсаңыз болды, мен сізге жеткіліктімін деп жатыр. Қияметте шафағатшы болам сізге дейді. Ортаға түсіп, сізге дәнекер болып, жәннатқа кіргіземін сен деп жатыр пайғамбар алейхиссалам. Бірақ нәрсені сұрады. Айтсаңыз болды деді. Абу Талиб не деп айтты? Мен Абдул-Мутталиб әкемнің жолында кеттім деді. Пайғамбар алейхиссалам қатты жүрегі қысылып, артынан дұға жасады. Сөзі пайғамбар алейхиссаламға аят түсті. Сен жақсы көргеніңді тура жолға бастайтын сен емессің деді. Тура жолға бастаушы ол Алла, менмін деді. Сен тек қана жеткізушісің дейді. Егер сен оған 70 мәрте истиғфар айтсаң да истиғфар қабыл болмайды деді. 70 мәрте. Сол аяттың тәпсірінде ғұламалар 70-тегі мақсат 700 мың мәрте айтса да қабыл болмайтын еді дейді. Өйткені ол көбірек айтса да қабыл болмайды деген сөз шықты. Өйткені ол мұсылман болмай өмірден өтіп кетті. Әттең-ай. Пайғамбарымыздың жақсы көретін ағасы еді. Өте жақсы адам еді ол кісі. Пайғамбарға қорған болып жүрген адам еді. Бауырлар, демек досымды намазға жығып жіберем, әйелімді намазға тағы осындай істеп жүрем деген ауыр сөз айтпау керек. Бәлкім Алла субханала тағала Аль-Джаббар есімін ортаға қойып тұрып дұғаңызды айтыңыз. Алла, сен Аль-Джаббар деген есіммен сұраймын. Мағынасы қалай оның? Бойын сындырушы. Сенің Аль-Джаббар деген есіммен сұраймын, мына әйелімді бойын сындырып қойшы өзіңе. Мен айтып жатырмын бұған. Бірақ мен жүрегіне жете алмай жатқан секілдімін. Жүректі әрбір бұрушы сенсің ғой. Жаңағы имамымыз Роббана ла тузиғ құлубана деген аятты оқыды, дұға ретінде. Роббана ла тузиғ құлубана баъда из хадайтана. Мағынасы, Аллахым, біздің жүрегімізді туралап қойған соң бұрып жүрмес деп жатыр. Жүректі әрбір бұрушы кім екен? Алла субханала тағала. Өйткені оның Аль-Джаббар деген несі бар? Көркем есім бар. Міне бауырлар, оның сипатын алғашқында осыны айтып өттік. Қалған сипаттары осылай кете береді. Демек, бауырлар, Алла субханала тағаланы тану үшін оның есімдерін білу керек. Мағынасын білу керек. Алланың есімдері қалай, оның мағынасы қалай? Сол кезде сіз Алланы танисыз. Ахлу-сунна уал жамааттың ғұламалар бір ауыздан иттифақ келіскен, Алла субханала тағаланың есімдерінің шегі жоқ. 99 келген хадистегі есімдері ол біз түсінетін есімдер ғана келді. Бірақ 99-дан кейінгі есімдер аталғанымен біз оны түсінбейміз. Өйткені біздің ақылымыз ол шектеулі. Пайғамбар алейхиссалам хадисінен көріп тұрмыз, пайғамбар алейхиссалам айтады: Алла, сенің Құранда айтқан есімдеріңмен және де аталмаған есімдеріңмен мен сенен жалбарынып сұраймын деген дұғаларын қарайтын болсақ дейді ғұламалар, Алла субханала тағала есімдерінің шегі жоқ дейді.